Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөзі еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырмас. Рашид, бұны алуға болмайды, бұны иесіне беру керек. Аманту оқымаған кісі бар ма? Уәктубихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге, сөзді қарға. Сәлеметсіз, бұны Амиянда ілім тауып алған еді. Оны иесіне қайтарғысы келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтады, кімде-кім бір жоғалған зат тапсаңыз, беруді әрекет жасаңыз. Замана, шаруа, мінез күнде өзгереді. Оларға кез-кезмен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлық өзгерер, Алла өзгермес. Әхлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бұл сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адам затты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адам заттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті.